Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаң, және оны жүргізетін мен Аружан. Біз Қазақстан мен әлемнің киберспортына қатысты жаңалықтарды айтамыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Қазақ Киберспорт Федерациясы мен Пингер Про өз парақшаларында CSGO бойынша студенттерге арналған халықаралық киберспорт ойындарына біліктілік өтетінін хабарлады. Іріктеу кезеңінің қорытындысына сәйкес үздік ойыншылар Мәскеуге барып, LAN турнирінде Қазақстан студенттік құрамасының атынан ойынға қатысуға мүмкіндік алады. Сондай-ақ чемпионат 26-30 қазан аралығында өтеді. iPlay eSports киберспорт ұйымы Алматы қаласының цифрландыру басқармасының қолдауымен ACG International біліктілігіне тіркелу басталғанын жариялады. Өзбекстан, Қырғызстан және Қазақстаннан шыққан үздік командалар Орталық Азияның ең мықты ойыншыларын анықтау үшін бір-бірімен жарысады және турнир Dota 2, CSGO, FIFA 23 ойындары бойынша өтеді. Біз қазір осы шығарылымды түсіріліп жатқан кезде, яғни осы демалыста киберспорт бойынша түрлі турнирлер өтіп жатыр. Соның бірі Астанада, Астана Комик-кон аясында Red Bull MEO 6 маусымының 2 финалы өтіп жатыр. MLBB финалында Рух eSports және Samsung Galaxy командалары чемпион титулы мен басты жүлде 350 мың теңгеге таласады. Айтпақшы, MLBB League of Legends сияқты танымал ойынның мобильді нұсқасы. Ал PUBG Mobile'дың финалы желіде онлайн өтеді. Онда ең мықты 16 команда ойнайды және соның ішінде Falcons eSports командасы да финалға шақырылған болатын. OneWin букмекерлік клубы өзінің қыздар құрамасын Counter-Strike бойынша әдемі музыкалық бейне түрінде таныстырып шықты. Айта кетейік, осы команданың құрамында біздің екі отандасымыз Елена Потя мен Самала Семеюда ойынға қатысады. Киберспортшы қыздарымызға шын жүректен сәттілік тілейміз. Мен өзім мәнерлеп сырғанау және көркем гимнастика бойынша спорт шеберіне үміткермін, бірақ киберспорт бұл мүлдем басқа нәрсе. Жүргізуші Василиса Чернова Dota 2 руға берген сұхбатында бетбом дачадан күткен әсерін айтып, Қазақстан ойыншысына сәлем жолдады. Шын мәнінде бұл жерде менің сүйікті командам Квестер болу керек еді. Мен бұл команданы 1 жыл бойы қолдадым. Өкінішке қарай олар мұнда жоқ, өйткені олар қазір Internationalге дайындалып жатыр. Сондықтан Қазақстан TA2000 сәлем, біз әлі де кездесеміз. Ал бұл турнирде бәлкім Европа Team Secret және бетбомға жанкүйер болармын дейді ол. Таңғажайып жаңалық. Перикариал стримері Halo Infinite және Valorant турнирінде миының көмегімен ойнайды. Ойын кезінде қыздың басы қозғалыс гироскопы болады, ол камераны көзімен айналдырады және нейрондық импульстар ми белсенділігін ату үшін пайдаланады. Сіз осыдан 20 жыл бұрын Valve компаниясы Steam ойын платформасын шығарған білесіз бе? Бізде бұны бірінші рет естіп тұрмыз және өмірімізді бір шама қызықты еткен Гейб Ньюэлл мен Valve компаниясына шын жүректен алғыс айтамыз. Естеріңізге сала кетейік, Valve компаниясы Counter-Strike, Dota 2 сияқты танымал ойындарды шығарған, ал оның Steam платформасы әлемнің барлық ойыншыларының басын қосты. The International 2023-те Dota 2 турнирінде қайтадан дыбыс өткізбейтін кабиналар пайда болады. Бұл туралы Valve компаниясы хабарлады. Компания TI-11-де спортшыларға ыңғайлы болу үшін жарыстың шешуші кезеңіндегі матчта арнайы стендтерсіз өткізгенін айтты. Алайда классикалық дыбыс өткізбейтін стендтер болмағандықтан дыбыс оқшаулау қатты зардап шеккен дейді олар. 15 қыркүйекте Valve компаниясы ресми түрде DPC-дің күшін жойды. Valve бұдан бұлай Dota 2 бойынша DPC маусымдарын өткізбейді. Бұл туралы чемпионатты ұйымдастырушы ойынның ресми парақшасында хабарлады. Әзірлеушілер регрессияға байланысты ережеден бас тартуға шешім қабылдаған. Ал Valve компаниясы келесі маусымның қалай өтетінін 2024-те хабарлайтынын айтты. DPC жүйесі 2017 жылы қазан айында енгізілді. Ол бастапқыда майнерлар мен мейджорлардан тұратын. Ол кезде командалар The Internationalде шақыру ұпайларын ойнайтын. Осы DPC жүйесінің алынып тасталуына көптеген танымал ойыншылар қуанып отыр. Біз Сайбер алаң командасы Қазақстанда киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты ақпараттар тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтарды шығарып отырамыз. Біздің Telegram, YouTube арнамыз бен Instagram парақшамызға тіркеліп, жаңалықтан хабардар болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.